Ассалаумағалейкум. Қара тоқайлардың белгілі дәрі деген қорымына келдік. Бұл Индер ауданы Жарсуаттан шамамен 40 километр жерде, темір жолдың етегінде, жақын жерде темір жол бар. Ана жерде кезіндегі Дарай деген кен орны бар. Бұл дәрі қорымында белгілі қара тоқайдың биі Есет би жерленген, қара тоқайдың белгілі батыры Жапар бер жерленген. Есет бидің құлпытасы бұрындар оқылды. Жапар бердің құлпытасын осыдан бір 4-5 жыл турасында ма оқылуына бір себепші болғанымыз бар. Өйткені көптен табылмай жүреді. Жазылуының оқылу қиын болуына байланысты сол бір 2 апта ма 3 апта ма бір фотосынан оқып есімін шығарғанымыз бар. Енді бұл жер дәрі деген сол қара тоқайдың ұрпағынан дәрі деген кісі. Ол кісінде батыр болған деп айтады жалпы. Бірақ оны сұраушылар көп. Өкінішке орай оның есімі шығатындай құлпытас бұл жерден көрген жоқпыз. Так, енді бұл жерде көп бәрін бірдей оқымаймыз. Есет бидің, Жапар бердінің, оның балаларының құлпытасын көрсетуге тырысайық. Жақын арада ұрпақтары белгі қойған сияқты, ана жерде бұрын белгі болмай еді. Ана жақта да бір белгі қойыпты, ақ белгі. Так, үлкен кесенесі болған бір құлпытас. Үстінде калима, ла иляха илlallah, Мұхаммад Расулулла. Так, бер қара тоқай ғайт болады дейді бөлімінің. Сосын Есеттің деп жазады. Яғни Есеттің дейді. Сосын Өтеш мырза сияқты. Өтешке келеді. Өтеш мырза сәл қатесі мүмкін. Так, Рахмет құл баласы сияқты. Рахмет құл 1962. Так, мына алдымызда тұрған Есет бидің құлпытасы бел қойған екен. Так, Берші қара тоқай тайпасы Есет қара баласы опат 87 жасында 1869 жылда дейді қара ұлы Есет. Бұл күні кеше қойған. Таңбасын дұрыс қойыпты. Так, заманында өзімнің еңсеріскен ер көрдім, белсеніскен бел көрдім, жасанысқан жау көрдім, селескен дәу көрдім. Үрікпедім, саспадым, бір өтірік болмасын. Табаным тайып қашпадым, қанды көйлек жолдасты, сары алтындай сақтадым дейді. Есет жырау дейді, сол кісінің несі болып тұр. Құлпытасы мынау, енді оқып көрсеттік. Қайталап оқымай-ақ қояйық. Енді Жапар бердіні көрсетейін сіздерге. Мына жатырған құлпытас неше қырлы, мына 8 қырлы ма? Бұл Жапар бердінің құлпытасы. Жазулары оқылу қиын, 2 адамның есімі жазылған. Сол себепті кезінде ұзақ оқыған себебіміз содан. Жапар бердінің өзінің есімі дұрыс көрініңкіремеген. Содан фотошопқа салдық, қарайттық, ағарттық, сөйтіп отырып ұзақ қарап соны шығардық. Так, әлмархум Берші қара тоқай тайпасы Айтболат бөлімінің Жапар Қабылұлы. Жапар Қабылұлы опат 83 жасында 1866 жылы Бақиға рихлат қылынды. Тасты жаздырды Сүйін мырза дейді. Яғни Жапар бердіні шын аты Жапар екен. Жапар деп жазған, берді деп кейін қосылған болса керек. Бұған дейін де Мәтен Қожа қорымында сол Жапардың келінін бекет бір құлпытас оқылды, сонда да Жапардың деп келтіреді. Ол жерде де шын аты Жапар болып тұр ғой. Бұл енді Жапар бердінің ұлы Қожаниязікі. Бұнда құлпытасында да Жапар ұл деп көрсетеді жалпы. Так, әлмархум Әлмағфур Берші қара тоқай тайпасы итемген бөлімі Қожанияз Жапар ұлы
Так, опат 72 жасында 1898 жылда дейді алып қойды баласы. Так, алып қойды баласы. Бөлеш пе? Бөлеш сияқты мырза дейді. Так, таңбасы арасында. Артына бес қарудың суретін салған екен. Кесенесі болған. Так, Берш Қаратоқай тайфасы. Мына жерде Есболай сияқты аймағы. Сосын қара бөлімі деп келеді. Қара бөлімінің Ақпанбет Құлахметұлы дейді, опат 68 жасында дейді. Так, кәлима сияқты. Табаллах мұқыр әшғалі әл-жанна деп сөйтіп кетеді. Так, бұл да Қаратоғай Итемген аймағының дейді. Енді есімі жобалап оқиын. Так, Олғанбай болуы мүмкін. Олғанбай Сүйінұлы опат дейді. 1876 жылда. Келесі опта сол рудікі Айманқұл Арухтан баласы дейді. Так, опат 11 жас бекен, 51 мекен. 51 жас екен. Так, сол ру Қыстаубай дегеннің баласы. Так, еңсібі деген сияқты қателесу мүмкін. Так, опат 18 жасында дейді. Так, 18. Так, бір қыз бала жерленген 11 жасында. Арт жағында сықтары бар екен. Кедей бас. Нарут сияқты, Нарут халалы әйел адам. Бұл да сық кедей бас халал деп келеді. Масыр ма, масет пе, қателесу мүмкін. Бұл да сық әйел адамдікі екен. Бұндай белгі қойыпты жалпы. Берш Қаратоқай тайпасы бөлімі Итемген Қарауылы дәрі дейді. Артында қабыл қалды қара өлгенде. Қалады жүк тайлаққа нар өлгенде. Берштің жеті баулы белі сынды. Кешегі ожырайдан дәрі өлгенде дейді. Мұрат Мөңкеұлы 2024 жыл жаңартқан екен.